Сәлеметсіңдер ме, құрметті қазылар алқасы әріптестер. Мен Айтжанова Арайлым Төреханқызы. Туған жерім Жамбыл облысы, тарихи Тараз қаласы. Білім жолым Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінен басталып, 2009 жылдары қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын меңгердім. Кейін білімімді жалғастырып, 2012 жылдары Дулати атындағы Тараз университетінде қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша жоғары білім алдым. Қазіргі таңда Төле би атындағы номері 8 гимназиясында тәлімгер қызметін атқарып келемін. Педагог ретінде менің басты мақсатым тек білім беру емес, жүрекке жол табу, тұлға қалыптастыру. Менің еңбек жолым енді басталса да, әрбір күн тәжірибе. Біздің гимназияда жас ұлан ұйымының 7 бағыты бойынша жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Бұл бағыттар арқылы біз оқушыларды елін сүюге, тарихын құрметтеуге, жауапкершілікті сезінуге, көшбасшылыққа үйретеміз. Мен үшін ең маңыздысы әр баланың ішкі әлеуетін ашу. Тәлімгер ретінде мен тек бағыт көрсетуші ғана емес, оқушылар үшін сенімді дос, қолдаушы, мотивация беруші болуға тырысамын. Тәлімгерлік жай ғана жұмыс емес, ол сенім мен жауапкершіліктің үйлесімі. Бүгінгі жас ертеңгі ел тірегі. Менің ұстанымым әр баладың жүрегіне жол таба алсаң, болашағына жол ашасың. Назарларыңызға рахмет.